Қайырлы күн достар. Менің тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналда тарихи білімдер, сабақтар, тестілер, БЖВ, ТЖВ талдаулар бар. Сондықтан бұл каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ осы каналдан білім алып, сұрақтарға жауап алсаңыздар, менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазып отыруды да ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомыз Қазақстан тарихы 7-ші сыныптан Қазақстан Ресей империясының құрамында бөлімі бойынша жиынтық бағалауға арналады. Бұл жиынтық бағалау 3-ші тоқсан нөмірі 2-ші жиынтық бағалау. Негізінен тақырыптар 19 ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік аумақтық реформалар менен Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты бойынша сұрақтар болады. Білім алушы патша үкіметінің реформалары нәтижесінде әкімшілік аумақтық өзгерістерді сипаттайды және қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдерменен салыстыру арқылы түсіндіреді. Бірінші тапсырма: тарихи фактілердің ақиқат не жалған екендігін анықтаңыз. Бұнда тарихи фактілер берілген, осының ақиқат және жалған екендігін анықтауымыз керек. 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформаны Спиранский дайындады. Жоқ, Спиранский бұл 1822 жылғы Сібір қырғыздары туралы ереженің авторы, сондықтан бұл факті жалған болып табылады. Екінші, 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформа бойынша Батыс Сібір генерал-губернаторлығына Орал, Семей облыстары енді. Бұл жерде Семей облысы Батыс Сібір генерал-губернаторлығына енді, бірақ Орал облысы бұл Орынбор генерал-губернаторлығына енді. Сондықтан бұл да жалған болып есептелінеді. Үшінші, 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформа бойынша облысты әскери губернаторлар басқарды. Осы реформа бойынша Қазақстанды 5 сатылы жүйеменен басқарды, облысты әскери губернаторлар басқарды, оның қолында азаматтық және әкімшілік билік болды. Төртінші, Бөкей Ордасы Астрахань губерниясының құрамына қосылды. Осы реформа бойынша Бөкей Ордасы, яғни ішкі орда, Астрахань губерниясының құрамына қосылды. Бұл ақиқат. Екінші тапсырма: 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформаға дейінгі және реформадан кейінгі қазақ қоғамындағы өзгерістерді салыстыру. Дәстүрлі қазақ қоғамының ерекшеліктерін және 1867-68 жылғы әкімшілік реформадан кейінгі өзгерістерді салыстыру керек. Бірінші тапсырма: қазақ халқының өмір сүру салты. Яғни дәстүрлі қазақ қоғамында қазақ халқы негізінен көшпелі мал шаруашылығымен және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Қазақ халқының өзі 300-ге бөлінді, әрбір жүздің өзінің белгіленген территориясы болды. Сондай-ақ әрбір рудың да белгіленген территориясы, жаз жайылымы, қыс қыстауы болды, құдықтары болды. 4 түлік малменен айналысқан қазақтар көшпелі өмір салтын ұстанды. 1867-1868 жылғы әкімшілік реформадан кейін қазақ халқының өмір сүру салты өзгеріске ұшырады. Себебі патша үкіметі қазақ жерін 6 облысқа бөліп тастады. Бұл қазақтардың көші-қон дәстүрлі шаруашылығын бұзды. Сондай-ақ Ресей мемлекеті көшпелі мал шаруашылығымен айналысып отырған қазақтардың жерлерін тартып алып, оларды ішкі Ресейден келетін орыстарға берді. Сөйтіп қазақтарды отырықшылық шаруашылыққа айналдыра бастады. Екінші тапсырма: мәдениеті. Дәстүрлі қазақ қоғамының мәдениеті бұл материалдық және рухани мәдениет болып бөлінді. Қазақтар материалдық мәдениетте өзіне керекті барлық нәрселерді, еңбек құралдарында, қару-жарақтарды, тұрмысқа керекті нәрселерді, музыкалық аспаптарды барлығын өздері жасады. Ал рухани мәдениетте қазақ халқының тарихын олар ұрпақтан ұрпаққа ауызша жеткізді. Мысалы, билер, шешендер, ақындар, жыраулар өздерінің толғауларында қазақтың басынан өткен тарихын ұрпаққа жеткізіп отырды. Яғни ұрпақ өмір мектебінен өтті.
Реформадан кейін қазақ мәдениетінде де өзгерістер болды. Округтерде тұрақты ауруханалар, сондай-ақ мектептер, оның ішінде зайырлы діни мектептер ашыла бастады. Сондай-ақ жәрмеңкелік және сауда дамыды. Ресей империясынан келетін заттарды қазақтар сатып алды. Мысалы, қант, шай, фарфордан және темірден жасалынған ыдыстарды сатып алатын болды. Дәстүрлі қазақ қоғамында әлеуметтік құрамы ақсүйектерден және қарасүйектерден тұрды. Ақсүйектерге сұлтандар және қожалар жатты, ал қарасүйектерге байлар, батырлар, билер, шаруалар, қолөнершілер жатты. Реформадан кейін қазақтың әлеуметтік құрамы да өзгеріске ұшырады. Ресей мемлекеті қазақтарды өзіне қосып алғаннан кейін Қазақстан жерінде тау-кен өнеркәсіптерін, алтын өндіру, тұз өндіру сияқты көптеген өнеркәсіптер ашты. Осы өнеркәсіптерге жұмыс істеу үшін қазақтар, әсіресе кедейленген қазақтар барды. Сөйтіп, Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуына байланысты қазақтардың ішінде жұмысшы және жалдамалы жұмысшылар деген таптар пайда болды. Қорытынды ой: 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформаға дейінгі және реформадан кейінгі қазақ қоғамындағы өзгерістерге қорытынды жасайық. 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформаға дейін қазақ қоғамында хандық билік жойылғанменен аға сұлтандар округты басқаратын болды. Бірақ 1867-68 жылдардағы реформа бойынша аға сұлтандарды биліктен алып тастады. Енді қазақтарға тек қана болыстық билік және ауылдық билікке сайлануға ғана рұқсат берілді. Жерінен айырылған қазақ халқы көшпелі мал шаруашылығын әрі қарай дамыта алмады. Сондықтан жартылай көшпелі мал шаруашылығыменен және егіншілікпенен айналыса бастады. Әлеуметтік құрамы өзгерістерге ұшырады. Жаңа таптар пайда болды: жұмысшы және жалдамалы жұмысшылар. Сондай-ақ осы реформадан кейін қазақ жеріне ішкі Ресейден жері жоқ шаруаларды көптеп қоныстандырды. Достар, мен сіздерге 3 тоқсанның нөмірі 2 БЖВ-сын талдап болдым. Сіздер үшін еңбектендім. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Себебі сіздер оқисыздар, пайдаланасыздар, жазып аласыздар, бірақ лайк баспайсыздар, комментарий жазбайсыздар. Еңбекті бағалау керек. Жақсы, сау болыңыздар.